Бүгін менің достарым келеді. Қанталапай ойнауға. Жақсы екен. Айтөре, балам келе ғой, бері қарай келші. Ал әже. Біреулер келе жатқан сияқты. Сенің достарың емес пе? Қарасы балапаным. Ол менің достарым ғой. Шақыра ғой, үйге келсін. Дәм татсын. Достарым, келе қойыңдар. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе, әже? Сендер келеді деп мені әдемі бауырсақ пісіріп қойдым. Әже, біз қанталапай ойнайықшы. Жарайды балам. Онда қазір сендерге төрелік жасағанға мен қызымды шақырайын. Қанталапай ойынның сендерге шартын қалай ойнайтынын түсіндірсін. Жарай ма балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіздер ме балалар? Ал балалар, сендер қанталапай ойын ойнауға келді себебсіздер. Мен сендерге қанталапай ойынның қалай ойналатынын көрсетуге келдім. Ал балалар, ойынды бастамас бұрын ойын шартын экраннан тамашалап алайық, иә? Талапай ау талапай, басталды ойын. Алақай! Еркебұланнан басқамыз, қане сақамызды иіріп көрейік, иә? Айтөре бастай ғой, сақаңды иіре ғой. Ал, олай болса, Айтөре сақасы тимей қалды, иә? Айтөре, сен бата беру білесің бе? Иә. Ал қанекей олай болса, бізге бата бере қойшы, қане қолыңызды, иә? Қалақаныңызды барыңыз. Бата десең берейін, үстем өрсең берейін. Ықласпен қосасаң, ақ тілекті тілейін. Дастарханың болсын, абыройың болмасын. Аумин. Ал кезекті алу үшін, Еркебұлан маған ұлттық ойындарды атай қойшы. Қанталапай, арқан тартысу, қол күресі. Бәрекелді, жарайсың. Сәлім кезек алу үшін маған мақал-мәтел айтып бере қойшы. Ата, балаға түсінші. Бәрекелді, жарайсың. Ал әже, ойын аяқталды. Балалар өздерінің ұтқан асықтарын санасын. Ол кімде қанша асық бар екен, қане айтып жіберейікші балалар. Менде үшеу, менде бесеу. Ой, бәрекелді. Менде бесеу. Бәрекелді, жарайсың. Мұстафа айта ал. Менде үшеу. Ахмет, сенде нешеу? Жетеу. Ой, бәрекелді. Барлықтарың ойынды жақсы ойнапсыңдар. Қарайсыңдар балаларым. Сендер ұлттық ойынды жақсы ойнау біледі екенсіңдер. Енді мен сендерге дайындап қойған ыстық бауырсағымнан алып